Сыңғырлаған сәт кезеңін бастаймыз. Енді қыздар, жігіттер, арулар, серлер тобы сіздер үшін бұл кезең аса қатты қиын емес шығар. Ән айтайсыздар, ән жазасыздар деген сияқты. Сол себептен де музыка қойылғаннан бастап енді кім жылдам соны анықтайтын шығарымыз мүмкін. Бұл жерде білмей қалдым, мен бұл әнді білмеймін деген нәрсе жоқ шығар. Ондай жауапты мен естімейтін шығарым. Тек қана әттең, әттең, үлгере алмай қалдым деген сияқты жауап естейтін шығарымыз. Яғни бұл кезеңде дегеннен білем мен. Жақсы, бұл кезеңде білетіндей музыка қойылады, минустары, сөзі жоқ, қандай ән білесіздер, тетті басасыздар, жауап бересіздер. Айтпақшы, алдағы қатысқан командалар келіскен, қолдарымызы шамал алсырақ ұстап тұрайық, қызық болсын, үлгеріп қалайық деген сияқты. Қаншалықты келісесіздер? Жеп қойын деп отыр. Жақсы, өйткені абзал қарап жеп қойын деп отыр. Сонымен алғашқы ән кеттік. Бірге тыңдайықшы. Ал Абзал мырза, бірден жаза берейін ба? Ақ сәулем. Жақсы, доғыл қошеметтеп қойыңыздар. Ақ сәулем, Өкем Алтаевтың. Бұл сіздердің сайыстарыңызда әндердің барлығы өте оңай сияқты. Келесін тыңдап көрейікші. Мұна ән қандай ән? Стоп, тоқтатамыз осы жерде. Сонымен. Той үстінде шатты күндер. Бір айтып жүрді қайырмасын. Той үстінде Той жыры. Той тәтті үстінде тәтті күндер. Досым Хасанның әні. Жақсы, дұрыс жауап. Абзал мырза, өзіңіз хабарлаңызшы. Дұрыс жауап қайсысы? Жар. Тоша, 10 ұпай сіздерде. Әттең, Абзал мырза, сізге айтып жатырмын ғой, мен тағы мүмкіндік берген едім. Қайталап сұрап. Бастан ұрам кез. Жақсы. Міне, композитивті біраз ысырып тастадыңыздар сіздер. Жақсы, келесі ән тыңдап көрейік. Армандастар достар жүрсін қайда бірге де қой еске алысып осындайда кешір қайық бәріміз. Тамаша, доғыл қошеметтеп қойыңыздар. Армандастар болады. Армандастар, Ары қарай жалғастырамыз. Үшінші әнді жасырдық. Алда әлі 3 ән бар, қыздар. Мүмкіндік бар. Кеттік, келесін тыңдайық. Ұшырдың бақтап ұядан, кетпейсің ойдан қиялдан. Мойныңа сағындым әкей. Қайырмасын айтайықшы. Көңілің бүгін алаңды, күттің де әке балаңды. Шаттық пен жарқын тойыңа, сыйлаймын сазды бол ән. Қыздар-ай, қошеметтеп қойық. 10 ұпай. Абзалдың басы бізді құтқарып қағаны. Шет жүрсем сағынарым. Солай. Келесі әнді тыңдайық. Мен білетінем ғой? Өмірізі, шамс қалдайым. Бір куплетін айтайықшы. Біз екеуміз бәйшешектей. Мүмкін қосылсаңыздар бір 10 ұпай жазарым сіздерге. Қол бақыт жырын шеретеміз деді. Тамаша. Доғыл қошеметтеп қойыңыздар. 10 ұпай. Серлер. Ал енді арулар тобы мұқият болыңыздар. Жылдам танытыңыздар. Ең соңғы ән. Бұлан қандай ән болды? Бірге тыңдайықшы, бірге сырласайық, мұңдасайық бірге. Маған қарамаңыздар сіздер. Сіздер ән тыңдайық, сонымен стоп.
Ани сөйлеп асылы. Иә. Мен басып үлгерейін дегенім ғой. Сонымен, жауап Ашық беріңіз. сөз өміріне, егілме жаным, егілме. Көктегі күнге қол созған, не берсің мынау, не берсің мынау көңілге. Тамаша махаббат деген қандайды әні 10 ұпай серлер. Жігіт әнші. Жігіт вообще композитор. Қарлыға, Бар Жаңа. банандай бір. Келесі- Абай Құнанбаевтың бір өлеңдері. Қарлыға. Келесі келесі кезеңде асықпаңыз. Келесі Иә. кезең өте сіз үшін мықты болайын деп тұрмын. Сөзің адамысыз ғой Есемізді сіз. жібермейміз. Сөзің адамысыз Иә. ғой. Бізде шелек. Ендеше, қымбатты сайысқа қатысушылар қорытындылап кетейік. Сыңғырлаған сәт сайысында 6 әнді жасырдық. Сол 6 әннің біреуіне дұрыс жауап берген, 10 ұпай алған арулар тобы. Қанағат. Ал сол сыңғырлаған сәтте 6 әннің 5-еуіне жауап беріп, 20 ұпай алған бұл серлер тобы.